weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Салем достар, сіздермен бірге мен Леди Кәусар, және бүгінгі видеода мен сіздерге блогымыз түсіретін боламын. Бүгінгі блогымыз өте қызықты болады. Сондықтан да көріңіздер. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Один дома короватым, айвари херны. Это айвар, достар, біз уже үйге кірдік, и дала уже қараңғы болып кетті. Из-за этого я елканы көрсете алмаймын, короче. Ертең азында сіздерге көрсетемін. Қазір мен үйге мынандай нелер алып келдім. Мыналарды штучки да. Вот. Надан екеу. И надан тоже екеу. Короче, төртеу. По-моему, 5 метрдан ба, сондай. Не помню. Вроде, 5 метр. Короче, соларды қазір білмеймін. Бір жерлерге жабыстырып көрем. Нормально болса, сіздерге көрсетемін. Нормально болмаса апстаймын. Қазір елканы крушить боламыз. Let it snow, let it snow, let it snow. Елка біздің уже өсіп кеткен. Өткен жылдардан қарағанда, видите? Вот. Төбесіне дейін біздің уже бойымыз жетпейді. И поэтому төбесіне дейін вот біздің коробка. Қоймай жерге су адасты. Яқта бізде и мишура, и игрушки, и венок. Но мишура уже старый укан. Привет, ребята. А маған Наруто көру керек. Так, мишураны сразу убираем. Ой, один уже готов. қызыл, золотой и серый. Судья надо. Отыра бер, ма. Потом қолына бір шарик қояр. Вот мынандай шарик бар. Элегантный. Нормально? Қызылдармен сарылап. Еще будет какой-то мынандай шампанский цвет бар. Шампанский, цвет уровень. Yes. А я детский только. Мынандай цветтері жатыр. Это серебристый, золотистый, потом мынандай шампанский цвет, мынандай қайда? Ойым. И красный. Бусинки, на-на-на. Так, пока что мен осылай элеваторым мына жерлерге. И няха тоже элеваторым, байқа тоже серебристый, да. Блай жіберем, короче. Вот. Мынау бәле бүйтіп тұр саурап. Оны қазір былай жабыстыру керек. И потом ұшын няха жібере самынан қосына. Вот, ма ұштары үстіп саурап тұрғандарын айт, на екі шеттен. Бірақ былай ортасынан не очень.
достар, қазір уже келесі күн және ертең уже Новый год болғандықтан қазір мен кухняда соған арнап имбирное печенье пісіретін боламын. То есть имбирные пряники. Сіздерге қалай жасау керектігін барлығын түсіріп, сіздерге, короче, тоже үйретемін. У меня это уже не впервые, так что я уже с опытом. Короче, кеттік дейміз. Так, достар, бізге имбирный пряниктер жасау үшін мен сіздерге керек заттардың барлығын осы видеоға жазып қойдым. Тағы ссылка описанияға да толығырақ жазып қоямын. Ең алдымен біз бал, қант және майды алып, сары майды алып, бір-бірімен араластырып, оларды отта ерітеміз. Бірақ оларды қайнатпаймыз, себебі қайнатсақ біздің печеньеларымыз, пряниктарымыз қытырлақ болады. Ал біз егер жұмсақ болған қаласақ, оны қайнатпауымыз керек, тек қана ерітіп ысытуымыз керек. Мен осы жерде тағы молотый имбирь мен корицаны қосып жібердім. Сіздер өздеріңіз білесіздер қандай қосатындарыңызды, мысалға кейбіреулер гвоздика қосады, кардамон немесе мускатный орех, тіпті какао да қосады, чтобы осы имбирный печеньенің түсі қоңырлау болу үшін. Мен де қостым, бірақ оны уже онымен араластыратын кезде қостым. Жақсылап ерітіп алғаннан кейін оттан аламыз. Оттан алып, үстіне сода немесе разрыхлитель тесто қосамыз. Ол кезде бізде кәдімгідей реакция болады, сондықтан да үлкенірек ыдыстан дұрыс. Сода немесе разрыхлитель тесто қосып араластырғаннан кейін оны суытып аламыз. Ол осылай ағарады шамалы. Және үстіне оның жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін онымен бірге илейміз. Достар, менің тестом уже дайын. Қазір осыны холодильникке салатын боламын, пакетке орап, и потом 1-2 сағаттан кейін алып, кешке қарай уже илеп, печеньемізді уже пісіретін боламыз. Пряникті, то есть, I'm sorry. Қазір Айбар екеуміз осындай формочкалармен, анандай снежинкалар сияқты, бүйтіп бассат, типа бүйтіп қоясың, потом алатын кезде нан басып шығарасын. Вот, Айбар екеуміз қазір істейміз. Так, достар, вот біздің тесто. Бірақ ол дәл жаңа тесто, просто 3 цветке боялған, чтобы печеньелар более интересный болу үшін. Біріншісі осындай ақ. Біздің тесто қоңыр, сосын қызыл, қатты пока и жасыл. Давайте начнем с зеленого. На екеуі кенди-кенди кетеді. Кенди-кен это андай не. Мен. Андай. Это тут леденец. Вайна, бұрауан. Қызылға, бер тұр, жақын тұр. Ладно. Вот қазір біз осы елкамен бүйтіп елочки будем делать вот так. Ну вот раз. Все. Давай. Не еще ойлан. Астына жерін қоңырымен істейміз бөлем ана тестомен. Елочки прикольные у нас. Но мало. Жоқта істейміз, а? Бізде пока осылай болатыр. Айбар нехта әлі тағы істеп жатыр. Так, достар, вот біздің бірінші печенькаларымыз, міне кенди-кен, пока үшеуі, тағы қазір 4-еуін істеймін. И вот Айбар мынандай венок істеді, мына жасыл мен розовый аралас кеткен екеуін. Вот қазір пешке саламыз.
Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Мен ертең тағы влогымыз түсіретін боламын. Ертең уже 31-і Новый год болады. Сіздерге қалай біз жаңа жылды тойлағанымызды түсіремін. Так что тезірек каналға подписывайтесь. Всем пока!